тілдік ортаға баулу әдістемесіне арналған семинарымызды қарсы алуға қуаныштымыз. Сіздердің мұғалімдер мен әдіскерлер ретіндегі еңбектеріңіз болашақ ұрпақты қалыптастырудағы негізгі тірек болып табылады. Бүгінгі таңда біз осы маңызды тақырыпты талқылау үшін жиналғанымызға өте қуаныштымыз. Енді біз бұл әдістемені неге қолға алып отырмыз? Өйткені өздеріңізге мәлім, ата-аналар балаларын қазақ мектептеріне береді, бірақ өкінішке орай бір жылдан соң бұл бала қазақша үйренбеді, қинамайық, орыс сыныптарына ауыстырайық деген сияқты инциденттер, кейстер тағы да бар. Біз сол проблеманы мойындай отырып, сондай ата-аналарға, сондай мектепке жәрдемдесуге осындай үлкен кешіріңіз, Руслан Әділханұлы, кешіріңіз. Баратова, микрофоныңызды өшіріңізші, кедергі жасап жатсыз сіз. Құрметті әріптестер, микрофондарыңызды өшіріңіздер. Сөз сөйлеп жатыр, естіп жатқан жоқсыздар. Сол сияқты орыс сыныптарында оқитын оқушылар үшін де біз қазақ тілін оңай жолмен, бір табиғи жолмен меңгеруге жәрдемдесуге ниеттіміз. Енді бұл тілге ерте бойлау әдістемесі жалпы бірталай мемлекеттерде жақсы дамып келе жатыр. Оның ең бір алдына жан салмайтын мемлекет деуге болады, Эстония деген сияқты, бірақ Қазақстанның өзіндік тәжірибесі тағы да бар. Алғашқы рет осының әдістемесінің негіздерін қалаған педагогика ғылымдарының докторы профессор Мақпал Жұмабайқызы Жаберна болатын. Бұл эксперимент өте сәтті Талдықорған, Астана, Көкшетау қалаларының мектептерінде өтті. Бастауыштың бүкіл оқушылары бастауышты бітірген кезде қазақша сөйлеп шығатын деңгейге жеткізеді. Енді осы әдістеменің кейбір қағидаттарына келетін болсақ, оның ең бастысы табиғилық. Өйткені бала деген тілдің заңдарын, тілдің нормаларын, тілдің ережелерін үйренемін деп ойламау керек. Ол деген тілді қарым-қатынас, дүниені тану құрал ретінде білу керек. Сондықтан оқыту көп жағдайда ойын түрінде, балаға табиғи тілдік тәжірибеге барынша жақын жағдайда жүзеге асады. Балаларды бір-бірінің қарым-қатынаста жұмыстарын ұйымдастыруымыз керек. Сондықтан бұл табиғилық бірінші ретте тілді ғана үйреніп қоймай, балаға оқып үйрену процесіне ләззат алуға кішкене бір жағдай жасайды. Екіншіден, бұл әдістеменің тілді үйренуді басқа пәндермен біріктіретін бір пәнаралық тәсілге негізделген. Бір ғана тілдік пәндердің қазақ тілін меңгеріп кетуге қауқары жетпейді. Өйткені бала деген сол қазақ тілін басқа пәндерде игеруге, басқа пән бойынша өз ойын айтуға деген сияқты жағдаяттарға қолдана білу керек. Сондықтан біз деген пәнаралық байланыстарды өте жақсы қолға алатын боламыз. Кейбір тілдік емес пәндер қазақ тілінде өтетін болады. Сөйтіп біз деген тілді тікелей қолдануға жағдай жасаймыз. Енді жалпы тілді үйренген кезде, мәселен, бала деген, мен деген мұғалім ретінде мінсіз жағдай жасадым, мінсіз тәсілдеме бердім, ойын түрінде ұйымдастырдым, бала ләззат алды. Бірақ бала сабақ біте сап дәлізге шыққан кезде, немесе асханаға барған кезде, гардеробқа барған кезде, дайте мне, пожалуйста, пирожок с капустой, дайте, пожалуйста, мне куртку деген кезде, бүкіл мектептің педагог емес қызметкерлердің өздері де сондай балалармен қазақша сөйлеу керек. Гардеробқа барып, дайте мне, пожалуйста, куртку деген кезде, күртеңді берем, бірақ оның түсі қандай еді, маған қазақша айтып берші, номеріңді көрсет деген сияқты. Немесе оқушыларды қарсы алатын күзет қызметте, мектептің әкімшілігі де сондай балалармен қазақша амандасып, қазақша бір жөн сілтейтін, жақсы ынта беретін сөздер айтып, біздің педагог ретінде істеп жатқан істерімізді сондай нақты жағдайлармен, нақты іс-әрекетпен көмкеріп отыру керек. Сөйтіп, біз деген сол сияқты тілдік орта жасаймыз. Ол үшінші қағидаты. Тілдік орта дегеніміз бүкіл мектептегі қызметкерлердің барлығы, педагог болсын, педагог емес болсын, қазақша сөйлеп тұру керек. Сонда балада әйтеуір қазақ, бұл мектепте негізгі қазақ тілі екен деген сияқты бір сезу керек. Сонымен қоса балаға қажетті лексикалық минимум керек. Сонда мен асханаға барған кезде ас мәзіріндегі ең кең таралған, ең жоғары сұранысқа ие деген сияқты тағамдардың барлығын қазақша жазып шығамын. Дәлізде жүрген кезде тәртіп сақта, маған жол беріңіз, сәлеметсіз бе деген сияқты сол дәлізде қолданылатын лексиканы сол жаққа келеміз. Сыныпқа келген кезде мен өз ойыммен бөліскім келіп отыр, мен айтайыншы, рұқсат па деген сияқты сабақ үстінде қолданатын сөздердің барлығы постер ретінде
осы мектептің ішінде тұру керек. Сондықтан енді алдын ала бұл тәсілдеменің қыр-сырын біздің әріптестеріміз бөліседі, сіздер бөлісетін боласыздар. Мен тек қана шет жағасын және басты қағидаттарын айта кеттім. Бірақ қалай болса да бүгінгі семинар бұл жай ғана білім алмасу емес, бұл ортақ мақсатқа біріктірілген кәсіби қауымдастығымызды нығайту мүмкіндігі. Әрбір баланың болашақта қазақ тілін еркін және сенімді пайдалана алатын жағдайларын жасау. Сіздердің еңбектеріңізге, ісіңізге, адалдығыңызға және білім беру процесін жетілдіруге деген ұмтылыстарыңызға алғыс білдіремін. Бұл семинар біздің ортақ мақсатымызға жету жолындағы тағы бір маңызды кезең болады деп кәміл сенеміз. Сіздерге жемісті жұмыс, шабыт және жаңа бір әдістеме, жаңа серпіліс тілеймін. Бүгінгі кездесу болашақтағы табыстар мен дамуға серпін берсін. Назарларыңызға және белсенді қатысқандарыңызға көп рахмет. Аман сау болыңыздар. Көп рахмет, Руслан Әділханович. Ендеше келесі сөз кезегін Қазақстан Республикасы оқу ағарту министрлігінің орта білім беру комитетінің бас сарапшысы Гүлназ Мылтықбаевнаға береміз. Гүлназ Мылтықбаевна. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Кешірім сұраймын, кішкене даусымның болмай тұрғанына. Бірақ жалпы бүгін жұмысымызды шынымен де Руслан Әділханұлы айтқандай, бұл өте үлкен жоба болайын деп тұр. Біздің қазіргі қоғамда орыс тілді балалар, өзіміздің қазақ балаларымыз орыс тілді болып кеткен. Бұл өте үлкен күрделі проблемаларымыздың бірі деп айтуға болады. Сол себептен біздің балалар көбінесе бірінші сыныптан 4-ші сыныпқа дейін қазақша оқиды да, ата-аналар орысша сөйлейді, кейбіреулердің. Сол оқып келеді, 5-ші сыныпқа келгенде все, меня переведите в русский класс дегендер өте көп жиі кездесіп жатыр. Осындай жағдай болмау үшін оқу ағарту министрлігі, министрдің өз басы осындай жобаға атсалысып, біздің болашақ балаларымызға осы көмек ретінде тек қана жаңағы 5 сабақта түсінбей отырып, немесе қоңырауда, үзілісте, жаңағы Руслан Әділханұлы айтқандай, асханаға барғанда орысша сөйлеп кететін балаларымызға көмек ретінде осындай жоба ашылып отыр. Енді қазір мен жоба туралы толығымен айта кетейін. Экранмен бөліссеңіздер. Презентацияны қосушы. Жалпы бұл жобаның мақсаты бұл қазақ тілді мемлекеттік мектептерінің 1-ші сыныбына қабылданатын қазақ тілін білмейтін білім алушыларға ұзартылған күн тобы ретінде ұсынып отырмыз. Бердіңіз бе? Аха. Нет. Это сізді көрексіз айтасыз. Жалпы, Өссізді көрексіз. қосылды, рахмет. Әріптестер, мына жерде бұл жобаның мақсаты қазақ тілде білім алушылардың өз ойларын еркін, ауызша және жазбаша жеткізе алуын қамтамасыз ететін орта құру арқылы 1-ші сынып оқушылар қазақ тілін меңгеру деңгейін жоғарылату және тілдік қабілеттерін дамыту деп аламыз. Бұл жердегі ең бастысы, жаңа мен айтып отқандай, сөйлеу туралы қарапайым түсініктерді қалыптастыру, сөйлеу әрекеттерінің түрлерін, айтылым, тыңдалым, оқылым, жазылым дағдыларын дамыту, білім алушылардың сөздік қорын байыту, сөздің грамматикалық құрылысын меңгерту, тілдің қоғамдық мәнін түсінуге, қарым-қатынас жасау салалары мен түрлі жағдаяттарға өз ойларын салауатты және мәдениетті түрде жеткізе білуі дағдыларын дамытуға, құндылықтарды түрлі іс-әрекеттер негізінде білім алушылардың бойына сіңдіру арқылы, білім алушылардың ана тіліне, отанына, туған еліне, оның мәдениетіне
салт дәстүріне сүйіспеншіліктерін арттыру арқылы рухани адамгершілік қасиеттерін дамыту болып табылады, және жеке тұлғалық әлеуетті мен қасиеттерді ашу, қарым-қатынас жасаудың түрлері мақсаты түрде қолдануға, ойын жинақтауға, ауызша немесе жазбаша түрлерінде өз ойын еркін жеткізуге бағытталған міндеттер деп қабылдаймыз. Бұл жерде айта кететінімін, жаңағындай бір сыныпқа, басында біз айтқанбыз, бір сынып алып, соның ішіне оқушыларды жинасақ деген ой болған. Біз білім басқармаларыңызға, басшыларыңызға осы екі нұсқаны ұсынып отырмыз. Енді қазір қарасаңыздар, екі түрін жасап отырмыз. Біреу ұзартылған күн тобы болып, толығымен 3 сағаттық бағдарламалы топ болатын болса, біреу қосымша тобы. Қосымша тобы дегеніміз, бірінші нұсқаны қарасаңыздар, қазақ тілді мемлекеттік мектептерінде... Гүлназ Мылтықбаевна, жылжымай тұр. Қазір тоса тұрыңыздар. Қазір. Жылжыды ма? Жоқ, әлі жылжымады. Бірінші бетпен ғана тұр, әлі титулмен. Енді көрдім, жылжыды. Міне, әріптестер, мына жерде айта кететін болсақ, екі нұсқаны білім басшыларына біз ұсынып отырмыз. Бірінші нұсқасы қазақ тілді мемлекеттік мектептердің бірінші сыныбына қабылданатын қазақ тілін білмейтін білім алушыларға қосымша тобы ұсынылады. Әртүрлі сыныптан жиналған балаларға күн сайын 1 сағат қосымша сабақ беріледі. Ол қалай? Мысал үшін, 10 сынып болсын ашылса бірінші сыныпта, оның ішінен жаңағындай тілді білмейтін қаншама 2-3 баладан болатын болса, солардың барлығы жинақталып, бір қосымша топ ашылады. Оның ішінде қосымша топтың әр сыныптан, міне жазып тұр, әр сыныптан жиналған білім алушыларға қазақ тілін меңгеру процесінде өздерін еркін ұстауына және тілді қабілеттерінің жедел дамуына мүмкіндік беретін бір шағын топ болады. Бірақ бұл жерде 1 сағат қана деп қарастырып отырмыз. Ал екінші нұсқасында қазақ тілді мемлекеттік мектептерінде бірінші сыныбына қабылданатын қазақ тілін білмейтін білім алушыларға ұзартылған күн тобы ұсынылады. Ол бір сыныпқа жиналған балаларға ата-аналардың келісімімен күн сайын 3 сағатты бағдарлама топ. Баяғы біздің продленка деген болған, бәрімізде. Сол сияқты бұл ұзартылған топ болады. Оның ішінде қазақ тілде оқитын сыныптар түске дейін уақытта жалпы бағдарлама бойынша білім алады. Жалпы өзі бұл жерде ешқандай өзгерістер енгізілмейді. Ал түстен кейінгі уақытта ұзартылған күн тобы ретінде үй тапсырмаларын орындап, ойын арқылы және педагогтердің ұйымдастырылған әлеуметтік жағдаятқа байланысты тілді арнайы ортада меңгеретіні белгіленеді. Жалпы осы екі нұсқаны біз сіздерге ұсынып отырмыз. Енді оған қалай сіздердің қаражаттарыңыз қарайды екен, ол жаңағы білім басшыларыңызбен және де әкімдеріңізбен осы жоба бойынша біз тілдескенбіз. Бір өңірлер, бір мектеп емес, біз 10 шақты мектеп бергіміз келеді осыны дегендей қылып өздерінің ұсыныстарын айтып жатыр. Енді сіздер оны қараңыздар. Жалпы білім басқармасы әр өңірден бір мектептен белгіленген, берген, бірақ оның тізімін мен сіздерге қосымша жіберем. Осы жерде отырған семинарға қатысып отқандарыңыз, барлықтарыңыз чат болса, соған да тізімін жіберіп қоямын, жақсы ма? Енді жалпы осы екі нұсқасын беріп отыр. Бұдан кейін жылжыды ма? Жылжыды. Тілге бойлау оқытудың негізгі қағидалары. Енді бұл жерде ең бастысы балалардың барлығын және әрқайсысын дамытуға жағдай жасау. Егер біз жаңағы екінші нұсқаны қабылдайтын болсақ, ұзартылған топ ретінде жасалатын болса, онда тілдік орта құру және оны тиімді пайдалану. Бір педагог, бір тіл. Сонда
егер түске дейін бір мұғалім өзі қазақ тіліне жаны ашитын мұғалім болатын болса, сыныбына жиналған балаларға мейірімі толы, шыдамы бар мұғалім болатын болса, ол кісіге таңертең жаңағы бағдарлама бойынша сабақ беретін болса, түстен кейін ол кісі осы ұзартылған топты жүргізетіндей жағдай жасалу керек. Сонда тек қана қазақ тілін қолдау, аударма жасамау тиіс. Оған кішкене түсінік басында қиындау болуы мүмкін, жаңағындай орысша сөйлеуі мүмкін, балалар. Солардың орысшалығына өзі де бейімденіп, оларға оңай болсын деп орысша сөздерді қоспай, қазақ тілінде нақты осыны жобаны жүргізсе, мұғалімнің өзінде, ұстаздың өзінде сондай бір ұлтқа деген, тілге деген жанашырлық сезімі болатын болса, сонда ғана бұл жоба іске асырылады. Және де тілді үйретуге күнделікті қалыпты жағдайда қолдану, оқыту ортасында балалар жас ерекшелігіне бейімделуі, тілдік ойындары ойнату, түрлі белсенді әдіс тәсілдерді қимыл қозғалыстары арқылы түсініктемен қамтамасыз етіп қолдау керек. Ұлттық аспаптарда ойнаудың қарапайым түрлерін меңгеру арқылы тіл дамуына әсер ететін ұсақ моториканы дамыту керек. Қарапайымнан күрделіге бағыттау қағидасын сақтап, бірге қайталату керек. Баланы тілді қолдануға ынталандыру, қызықтыру арқылы мазмұнды кеңейтіп, балалардың сөйлеуде кеткен қателіктерін қате деп айтпай, сол қатенің өзінің түзетуге ықпал етіп, педагог дұрыс сөйлеу үлгісін көрсете білген ең басты қағидалардың бірі деп біз ойлаймыз. Бұл жерде қарап отырсаңыздар, осы жобаға өзіміздің өңірлердің 16-сы қатысып отыр. Тек қана Жамбыл облысы ойланудың үстінде, Маңғыстау облысы мен Абай облысы. Егер бұл жоба жоқ, бізге қажеті керек жоқ деп ойласаңыздар, оны да ойластырасыздар, бірақ әр өңірде бұл проблема бар деп ойлаймыз. Жалпы енді бұл жоспары толығымен бекітілді. Бірінші вице-министр Наталья Васильевна Жұмаділдаевамен бекітілді. Бұның ішінде іске асыру жолдарының бірі бұл 20 аймақтық пилоттық жобаға біріншісі бір қазақ тілді мемлекеттік мектептердің бірінші сыныбынан 20 мектеп ұсыну болатын, және 40 бастауыш сынып педагогтерін даярлау болып табылады. Неге 40 десеңіздер, 20 өңірден біз мысал үшін енді бір мұғалім ауырып қалуы мүмкін, немесе кетіп қалуы мүмкін. Сонда оның заменасы болатындай, ауыстырылатын педагог болатындай, сол 2 педагогты биылға әзірше жоспарлап отырмыз үйретуге. Және оқу бағдарламалары мен ресурстарды әзірлеу. Бұл жерде оқу бағдарламасы өзі біздің жаңағы профессор Жадрина Назарбаев университеттерден келген бағдарламалардың барлығы бар, біз алғанбыз. Біз соның барлығын алғанбыз, академияға берілді. Ол кісілермен бірге сіздер оның барлығын қарастырып, бұл жобада қалай айтсам екен, бір жаңалық ашатындай еш нәрсесі жоқ. Бұл да барлығы күнделікті қолданып отқан материалдарыңыз болсын, соның барлығын реттеп, сіздерге қазір бағыт беріп отырады. Ал қалғанын барлығын осы ұстаздар сіздер бірге осы семинарға қатысып, нақтыланып мектепке алынған мұғалімдер, жаңағы осы жобаға алынған мұғалімдер, педагогтер, сіздер арқылы осы оқу бағдарламасын, ресурстардың барлығын өндіріп, жаңағы ескі алынған болса да, Назарбаев университеттен алынған бағдарламаларын болса да ресурстар, соны біздің балаларға келетіндей қылып өндіріп шығарамыз деген ойдамыз. Енді бұған қандай педагогтар қатысу керек? Мен түсінем. Қазір көбінесе біздің әрбір білім саласындағы немесе мектептегі жағдаят, кімде сағат аз,
Соған осы жобаны бере салайық деген ой туындайды. Құрметті әріптестер, ондай ой болмау керек. Егер біз өзімізден бастап тілімізді түземесек, біздің балаларымыздың тілін ешкім түзе алмайды. Ал қазақ тіліндегі сөйлететіндей, соларға үйрететіндей, жаны ашитын, бағанада айттым сіздерге, педагог болатын болса, ол педагог бұл зерттейтін жобаның бір түрі. Сол себепті педагог зерттеушілер алса сол сыныпты, бұл арқылы өзінің де жұмысын қарайтындай, иә. Өйткені бұл өте қызықты, өте қажет жобалардың бірі қазір біздің қазақ еліне керек, Қазақстан Республикасына керек жобалардың бірі деп өзіміз соны қабылдап отырмыз. Жалпы енді осы қосымша біз концепцияны да мен әлі де жіберем Гүлдарияға. Сіздерде бар оның барлығы, иә. Егер сіздер семинарды әлде жалғастырып қосымша ресурстар керек болса, мен әрдайым 24/7 өздеріңіздің қасыңыздамын. Сұрақтарыңыз болса, әріптестер, жалпы осы жоба туралы қысқаша айтып кететін мәлімет осылай. Рахмет, құрметті Гүлназ Мылтықбаевна. Жақсы, құрметті әріптестер, ендеше сіздерге жалпы негізгі бұл жобаның мақсаты, міндеті, қағидаттары, жалпы қалай ұйымдастырылуы туралы негізгі ақпараттар берілді. Қазір мен сіздерге мектепалды даярлық және бастауыш білім беру зертханасы меңгерушісі Пернегүл Таубайқызы ары қарай жалпы бұл жоба қалай жүзеге асыруға болатындығы туралы әдістемелік ұсынымдамалармен таныстырамын. Яғни әрқайсымыздың міндеттеріміз қандай болады, және қандай тақырыптар бойынша жұмыс жасаймыз, немесе және қай пәндермен де жұмыс жасауға болатындығы туралы бұл әдістемелік ұсынымдар. Бұл яғни сіздерге үлгі ретінде беріледі, ал ары қарай оны жаңағы басқаша өзгертеміз, немесе оны өздеріңіздің өңірлеріңізге байланысты ауыстырамыз, тақырыптарды ауыстырамыз десеңіздер, ол сіздердің қалауларыңызбен болады. Және Ыбырай Алтынсариндағы ұлттық академиясының осы мектепалды даярлық бастауыш білім беру зертханасының әріптестерінің атынан, әріптестері және сіздерге осындай әдістемелік ұсынымдаманы біздің сайтта қолжетімді болады, сіздерге таратылады. Алғашқы бірінші сыныптардағы бірінші тоқсанда өткізілетін жұмыстардың түрлерімен ол сіздерге қолжетімді болады. Соны ары қарай қолданып, ары қарай дамытып, немесе өздеріңіздің жаңа айтқанда елді мекендеріңізге қарай өзгертуге болады. Қазір мен сіздерге негізгі қойылатын талаптар, негізгі әдістемелік ұсынымдар және пәндер бойынша 1-2 үлгілерді таныстыратын боламын. Жалпы қазақ тіліне бойлата оқыту процесін жүргізетін педагогтың кәсіби құзыреттілігіне қойылатын негізгі талаптар. Жаңа ғана алдыңғы 2 спикеріміз айтып өткендей, осы біздің негізгі мақсатымыз тілді оқушылардың күнделікті тіршілігіне сай үйрету. Одан кейін кіріктірілген білім беру. Жаңағындай айтылған пәндердің арасында осы өзге тілдердегі сөздер енгізілмей, қазақ тіліндегі сөздік қорын молайту. Және бір педагог, бір тіл, яғни қазақ тіліне бойлата оқыту сыныбында жұмыс істейтін педагог, жаңа ғана айтып өтті әріптесіміз, орыс тілін білсе де, балалармен неғұрлым қазақ тілінде әрбір сөздің қазақ тілінде айтылуын қадағалауы тиіс, және ол сөздердің дұрыс жаңағы орындалуын, дұрыс қолданылуында бақылау міндеттеледі. Және бірден әрине бастағаннан кейін бұл жоба қазір бізде бірінші сыныптардың арасында өткізейін деп отырғандықтан, біз бірден үлкен жаңағы күрделі ұғымдарға көшпейміз, қарапайымнан күрделіге, яғни барлығын бірге қайталау жоба жаңағы қағидаты арқылы жүзеге асыруда ұсынылады. Сонымен қатар балалардың сөйлеу тілінде кеткен қателіктерді қате деп айтпау, сөйлеу формасы мен мазмұнның маңызы, және тілді үйренуге балаларды мәжбүрлемеу, ынталандыру, қызықтыра білу, осындай негізгі талаптар сіздерге ұсынылатын болады. Ары қарай оның ішінің әрқайсысындағы тармақтарымен сіздер әдістемелік ұсынымдамада таныса аласыздар. Жалпы тілге бойлау жобасын жүзеге асыруда ұйымдастырылатын жұмыстарға негізгі нұсқаулықтар, яғни ол бірінші оқу атмосферасын құру. Оқу атмосферасын құрып алу, екінші жоспарлау. Міне біз қазір жоспарлауымыздың негізгі екінші, үшінші кезеңіне өтіп жатырмыз. Қазіргі біздің таныстыру семинарымызда міне біздегі оқу ағарту министрлігімен және жаңағы сіздердің білім басқармаларымен мектептерді тағайындау, сыныптарды тағайындау, және оған сабақ беретін педагогтерді белгілеу,
Бұл міне осы біздің жоспарлау жұмыстарымыздың бір кезеңі. Қазіргі кезең бізде таныстыру, яғни жоспарлауды оқу жылы басталғаннан аяқтау, жаңағы соңына дейін аяқтау, жылдық, содан кейін айлық, апталық, күн бойынша жоспар құрудың қажеттілігі. Біз сіздерге қазір 1-тоқсан бойынша жаңағы жоспардың үлгісін көрсетеміз. Және мерекелік уақытты қайталау, бекіту, жеке жұмыс, жаңа күтпеген жағдайлар, қандай да тосын жағдайларға дайын болуды, яғни жоспар құру, пәнаралық байланыстардың пайдалану мүмкіндіктерін қарастыру, оқушылармен және олардың ата-аналарымен өз жоспарыңызбен міндетті түрде әрине осы жобаға қатысатын ата-аналарға таныстыру жұмыстарын жүргізу және күтілетін нәтижелермен таныстыру. Балаларды сабақта назарын аударуға, жаңағы осы сабақтарға қатысудың қажеттілігін ескерту, білім алушылардың күшті жақтарын, әлсіз тұстарын дамыту, жоспарлардың икемді болу және оның әрине ол өзгеріске ұшырауы мүмкін. Ол кезеңдерді ескерілу ұсынылады және жоспарды, тақырыптық жоспарларды, оған қолданылатын материалдарды жүйелі әзірлеу ұсынылады. Ал жалпы қандай біз ресурстар мен материалдарды қолдана аламыз? Яғни жоспарларды, материалдарды сіздер өз жаңағы таңдалған сыныптар бойынша әріптестеріңізбен бөлісу. Жаңағыдай арнайы топтар, жаңағы Гүлназ Мылтықбаевна айтып өткендей, ортақ топтармен біз ары қарай жұмыс жасап, мысалы кездескен қиындықтармен, арамыздағы болып жатқан жұмыста барысымен жалпы бөлісу әрқашанда үздіксіз жүргізіліп отыратын болады. Мұғалімге көмекке шақырылатын адамдармен кеңесу мүмкіндігі, жаңа айттық, кітапханашы, кірген күзетшіден бастап, барлық, яғни жергілікті басқару органдарында немесе осы мектептің төңірегіндегі барлық оқу процесіне қатысы жоқ болса да, сонда жұмыс істейтін сол жерде жүрген жаңағы қызметкерлердің барлығының осы тілге бойлау жобасына титтей болса да үлесін тигізу. Әрине қазіргі ақпараттық қоғамда ақпараттық технологиялық, коммуникативтік технологияларды тиімді қолдану және материалдарыңызды 1-ші сынып болғаннан кейін олар көрнекілікпен көру арқылы өте жақсы қабылдайды. Сондықтан иллюстрацияларды папкаға жинақтау және сонымен қатар балалардың өздерін қызықтыру үшін үйден әкелген материалдарын да жинақтау, оқушылар мен мұғалімдердің арасындағы ата-аналардың да кірістіріліп жұмыс жасаған қолтаңба кітаптарын, сондай-ақ жазбаша оқу материалдарын қолданылуы ұсынылады. Ал сыныптағы микроклиматқа келетін болсақ, әрине сыныпта ол оң және тыныш, жағымды микроклимат орналастыру ол ең маңыздысы. Және әрқашан білім алушыларды марапаттап отыру, нақты тәртіпті анықтау және сақтау қажеттілігін ескеру, жаңа және белгісізді қызықты әрі тартымды етіп ақпаратты беру сияқты міне көптеген жаңағы сыныптағы жақсы ахуалды орнату бойынша нұсқаулықтарды сақтану ұсынылады. Енді қараңыздар, 1-ші сынып бойынша жаңа ғана айтылғандай 1-ші сыныпта 8 апта оқытылады. 8 аптадағы сіздердегі негізгі өткізілетін пәндер бойынша мынандай тақырыптармен біз ұсынамыз. Яғни бізде сіздер білесіздер, бастауыш білім беру бағдарламаларында ортақ тақырыптар бар. Бірақ ортақ тақырыптар аясында ғана емес, біз білім алушылардың жас ерекшелігіне және ортақ тақырыптардың ішіндегі бөлімшелерді ескере отырып, жаңағы қарапайымнан күрделіге ұғымында ескере отырып, кезекті мысалы мынандай 8 ұсынылған ортақ тақырыпты береміз. Мысалы 1-ші аптасында мен және менің отбасым ортақ тақырыбын 1-ші аптада қолдану ұсынылады. Ол яғни сіздер жаңа айтқандай күн тәртібінде толық, ол сіздер жаңа 2 нұсқаның қайсысын таңдауларыңызға байланысты аптасында күнінде 1 сағат өткізілетін болғандықтан, мысалы 1-ші аптада 1-ші дүйсенбі күні әліпбеден, 2-ші күні математика, дүниетану, жаратылыстану 4 пән, негізгі пән апта сайын бірлете оқытылады жаңағы ұзартылған күн тобында, және 5-шіге ол 5-ші күні жеңілдетілген пәндер. Бір күні дене шынықтыру бойынша 1 аптада, 2-ші аптада еңбекке баулу, 3-ші аптада бейнелеу өнері, 4-ші аптада музыка. Осы одан кейінгі ары қарай 4 аптада қайталанады, яғни негізгі оқытылатын 8 аптаға осы пәндердің әрқайсысы күнінде 1 реттен. Аптасында 1 рет қайталанады ғой, енді әліппе 1 рет оқылатын болса, дүйсенбі, сейсенбі күні математикадан қосымша ұзартылған күн тобы, сәрсенбі дүниетану, бейсенбі жаратылыстану, жұма күні дене шынықтыру деген сияқты. Жалпы жаңа айтылып өткенде, бұл күн тәртібіне толық қазақ тілінде ұйымдастырылады. Осы ортақ тақырыптар негізінде және сіздердің апта бойы осы пәндердегі оқу бағдарламасында қамтылған тақырыптарды да ескере отырып кіріктірілген
сабақ жоспарын жоспарлау олар сіздердің өз еріктеріңізде болады. Қазақ тіліне бойлата оқыту әдістемесімен оқыту үшін жаңағы бір сыныптағы бір педагог және ата-аналар қатыстырылады. Қазақ тілінде оқитын сыныптар түске дейінгі уақытта жалпы бағдарлама бойынша білім алса, бұл жаңағы түстен кейін ұйымдастырылатын ұзартылған күн тобында оқытылады. Сыныпта педагог оқушыларға қолайлы орта жасайды, жаңа айттық, жаңа аудио-видео құралдарды қолданады. Жалпы оқу жылының басында қыркүйекте міне біз бастайын деп отырмыз ғой, және соңында балалардың қазақ тілінде сөйлеу деңгейлері анықталады. Ал әр аптаның соңында педагогтар оқушылардың сөздік қорды меңгеру деңгейін өзара бірлесіп талқылап, кері байланыс жасап, рефлексия жасалып отыру ұсынылады. Мысалы, тілге бойлау жобасының бірінші сыныптарға арналған әдістемелік ұсынымдар. Әрине, бірінші сынып оқушыларының негізгі еңбегі ойын екенін білесіздер. Олардың жаңағы ойын арқылы оқыту, ендеше бірінші сынып білім алушыларына арналған тәжірибе, ойындар, үлгілері сіздерге әдістемелік ұсынымдамада ұсынылатын болады. Балалар, мысалы, білесіздер, қазір бірінші сыныпқа келетін жас бүлдіршіндер, олар өзі табиғатынан зерттеушілер, олар бақылағанды, тәжірибе жүргенді өте жақсы көреді, өздерінің жас деңгейіне сай. Жас білім алушылар тәжірибе жаңағы жасауда, қоршаған ортаны танудағы ол негізгі әдіс тәсілдерді қолданады. Олар мектепке тілдік ортаға дайындауға әрине бізге көмектеседі. Тәжірибе жүргізу барысында балалар үлкендермен бірлесіп, өздерінің алғашқы жаңалықтарын ашады, ойлау, ол арқылы біздегі логикалық ойлау, салыстыру, талдау, жіктеу, түйін жасау дағдылары қалыптасады. Іс-әрекеттің бұл түрі тілдік ортаға енгізу топтарында аса маңызды. Жаңағы зерттеу арқылы осы бірінші сыныптың білім алушыларының сөздік қордары дамиды, тілдері қалыптасады, қазақ тілдегі жаңағы әрбір сөзді қолданылуы және танымдық белсенділіктері, байқампаздықтары, шығармашылық қиялдары дамуға мүмкіндік береді. Ал тілдік ортаға енгізу бағдарламасының мақсаттарына сәйкес тәжірибелік ойындар не үшін өткізіледі? Ол әрине білім алушылардың қоршаған ортаны өз бетінше тануға мүмкіндік береді. Аналитикалық ойлауды, жады мен зейіннің дамуына әрине біздің негізгі мақсатымыз сөздік қорды байыту. Қазақ тіліндегі сөздік қорын байыту, зерттеу жүргізу арқылы балалардың қазақ тілін игеру мүмкіндіктерін арттыру. Ендеше танымдық зерттеу әрекеттерін дамыту барысында сөйлеу белсенділігін дамыту ұсынылады. Неғұрлым білім алушыларымыздың қазақ тілінде, ана тілінде әрбір сөзді дұрыс қолдана білуі және оны күнделікті қолдана білуге жаңағы жұмыс жасауымыз қажет. Зерттеулер жүргізу барысында тілдік ортаға енгізудің пәндік дамытушы ортасы жасалады. Яғни сыныптарыңызда кішкентай шағын зертханалар, серуен зертханалары деп атасаңыз да болады. Табиғат құбылыстары мен тәжірибелер, ойындар ұйымдастыру, солардың көмегімен сөйлеу тілін жаңағы ең қарапайым түрі диалог арқылы сөйлеу, суреттеу, тұжырым жасау сияқты, яғни қазақ тілінде сөйлеу дағдыларын қалыптастыру ұсынылады. Мысалы, сіздерге қараңыздар, егер білім алушылардың бірінші сыныпқа келе қалғандағы бірінші, екінші аптада әрине олар бірден бейімдеу аптасы жүргізілетінін білесіздер ғой. Сондықтан олардың неғұрлым дене шынықтыру ойын сауықтары мен спорт мерекелер тақырыптарындағы сіздерге тағы да бірнеше тақырыптар үлгілерін ұсынамыз. Неге? Себебі жалпы мақсаты тілдік ортаға енгізу топтарында салауатты өмір салтын қалыптастыру, білім алушыларды көпшілік спорттық іс-шараларға қызықтыру, сөйлеу қабілеттерін дамыту. Оның міндеті балалардың қазақ тілінде байланыстырып сөйлеу дағдыларын дамыту, дене шынықтыру мерекелерін ұйымдастыру немесе ойын сауықтар арқылы әрине қимыл қозғалыс дағдыларын біз білім алушылардың алғаш оқу аптасында 4 сағат жаңа партада отыруына байланысты, оның сол сабақ уақытына бейімделуіне қарай неғұрлым ойын сауық қимыл қозғалыс дағдыларын дамытатын жаттығу түрлерін көп ұсынуымыз жаңағы қажет. Олардың физикалық даму тұрғысынан. Және әрине танымдық белсенділіктерін дамыту, әрине ол топтық жұмыстар, жарыстар арқылы ұжымдық өзара көмектесу, бір-бірімен жақсы қарым-қатынас қалыптастыруға да біз негіз болуымыз қажет. Ол жерде енді сіздер өте көп білесіздер, бұл жерде бір-екі ғана үлгісі, мысалы дене шынықтыру ойын сауықтарында спорттық мерекелер, оны спорттық мерекелерді ұйымдастыруда балалардың жас ерекшелігін ескеру, эстафеталар, жарыс элементтері бар ойындар, аттракцион ойындары, спорттық ойындар деген сияқты. Ал осы ойындарды ұйымдастыру барысында нұсқаушының негізгі іс-әрекеті ол әрбір қолданылатын сөзді, әрбір қолданылатын жаттығуды немесе жасалатын іс-әрекетті қазақ тілінде, өзінің ана тілінде жеткізу,
спорттық ойын-сауық жаттығуларын орындату барысында қауіпсіздік ережелерін сақтау және балалардың спорттық мерекелерге жетістіктерге қол жеткізу үшін педагогтер көптеген ережелерді орындап, яғни негізгі басты тілге бойлауды үйретуді назардан тыс шығармау қажет. Және мысалы тағы да бір үлгі математика пәнінен. Ойлаймын, шығарамын, сөйлеймін. Тілдік ортаға енгізуге арналған математикалық жаттығулардың үлгілері сіздерге беріледі. Ол жердегі қандай күтілетін нәтиже барын және оны қалай жүзеге асыруға байланысты сіздер әдістемелік ұсынымдамада толық таныса аласыздар. Жалпы қарапайым математикалық түсініктерді дамытудың педагогтың жалпы мақсаты тілдік ортаға енгізу топтарында балалардың бойында математикалық мәдениеттің, математикалық тілдің, қазақ тілін үйрене отырып зияткерлік қабілеттердің негіздерін қалыптастыру болып табылады. Математика пәніндегі қолданылатын жалпы негізгі міндеттері баланың жадын, зейінін, ойлау қабілеттерін дамыту, математикалық кез келген ұғымды, түсінікті қазақша жаңағы қазақ тілінде жеткізе білу. Сол арқылы біз қазақша сөздік қорларын толықтыру, өз ойларын жеткізе білуге, математикалық қарапайым сөйлемдерді қолдануда ана тілімен толық пайдалану, математикаға деген қызығушылығын ояту. Қарапайым математикалық түсініктерді дамыту барлық білім беру саласы арқылы өтеді. Тек аралық тақырыптар ескеріліп, жаңағы күнделікті қазақ тіліне үйрету барысында үйретілетін қарапайым әдіс тәсілдердің бірі. Жалпы қарапайым математикалық түсініктерді дамыту жұмыстары кіріктірілген пәндердің арасында өткізілуге болады. Жаңа айттық, біз дене шынықтыру сабағымен, математиканы ән-күй, музыка сабағымен, тіл дамытуда, көркем әдебиеттермен, ертегілермен оқыту барысында, тіптен жаңағындай серуенде, еңбекке баулу бейнелеу өнері сабақтарында конструкция жасау, кез келген білім алушылардың қозғалатын немесе жасайтын іс-әрекеттерінде осы кіріктіру арқылы математикалық түсініктерді қалыптастыруға болады. Бір ғана үлгі көрсетемін қазір сіздерге. Мысалы қараңыздар, математикалық ойындар мен жаттығулар. Егер біз шаманы өтетін болсақ, мысалы бұл жерде біз қандай тілді дамытудағы жаңағы жетістіктерге жетуге болады. Математикалық терминдерді қолдана отырып, заттардың шамасы бойынша ұқсастықтары мен айырмашылықтарын атауды үйрену керек. Өз тілінде, ана тілінде таза. Үлкенірек, кішірек, кеңдеу, тарлау, биіктеу, аласалау, қазақ тіліндегі сөйлемді грамматикалық тұрғыдан дұрыс құру және дұрыс қолдану ұсынылады. Мысалы, бір ғана осындай сіздерге математикалық ойындар мен жаттығулардың үлгісі беріледі. Бұны сіздер ары қарай өздеріңіздің күнделікті сабақ жоспарларыңызда кіріктіріп, ары қарай дамытып қолдану, ол енді сіздердің шеберліктеріңізге байланысты. Мысалы, біз бірінші сыныпқа келе қалған кезде алғашқы оқытылатын математикалық түсініктер ол әрине пішіндермен таныстыру. Балаларды заттардың тек пішінін анықтауға үйрету, балаларға фигуралар мен карточкаларды үлестіру. Мысалы, педагог сіз ұзартылған күн тобында осы математикалық ойындар мен жаттығуларды пайдаланатын болсаңыз, яғни былай, мысалы, бір практикалық үлгі. Балалар, біз қазір пішініне қарап таңдау ойынын ойнаймыз. Ол үшін алдымен түрлі пішіндерді еске түсіріңдерші, қандай пішіндерді білесіңдер. Мына фигураның пішіні қандай деген сияқты. Сонда балалар оларды жаңағы өздерінің түстеріне қарай, немесе оның көлеміне қарай орналастыру ұсынылады. Және фигураларды қате орналастырған балалар болса, педагог фигураның шетін саусақпен жүргізіп, мына жерді қайтадан қарашы деген сияқты қатені табуға және түзетуге ұсыну керек. Ал осы жаттығу арқылы қандай күтілетін жаңағы тілдік дағдыларды біз дамыта аламыз. Мысалы, менің тобым тақырыбы бойынша балалар топтастырып жаңағындай пішіндермен жұмыс жасайтын болса, шкаф неге ұқсайды? Ол тікбұрышқа ұқсайды, үстел шаршыға ұқсайды деген сияқты математикалық ұғымдарды жаңағы қазақ тілінде үйрету ұсынылады. Геометриялық фигураларда аттарын атау, мысалы, фразамен сөйлеу, мына зат дөңгелекке ұқсайды, мына зат төртбұрышқа ұқсайды деген сияқты. Әрине, бұл қазір сіздерге өте қарапайым болып көрінеді, әрине сізде, менде барлығымыз білетін болғандықтан, бірақ жаңағы ана тілінде сөйлеуге қиындығы бар білім алушыларымыз үшін осындай қарапайым ойындар мен жаттығуларды ойнату арқылы біз тілге бойлау жобасын жүзеге асыруымызға жаңағы бірден бір қадам болады деген үміттеміз. Құрметті әріптестер, осында жаңағы бұл жалпы тілдік ортаға бейімдеуге қойылатын талаптардың барлығы сіздерге жаңа түсіндіріліп өтілген. Жалпы негізгі кім қатысады? Жаңа бірінші сыныпқа тілдік ортаға енгізу сыныбының жаңа айттық, ең жоғары жаңағы педагог негізгі бастауыш білім беру мамандығы бойынша бастауыш білім беру педагогы сабақ береді.
қазақ тіліне бойлата оқыту бағдарламасы бойынша осы міне семинарға қатысқан және алдын ала өздеріңіздің мекемелеріңіздің таңдалуы бойынша және ол педагогымыз қазақ тілін өте жақсы білу керек, өзінің позитивті тұрғыдан жаңа алдыңғы спикеріміз айтқандай өзінің мен білім алушыларымды қазақ тіліне үйретемін, қазақша сөйлетемін деген сияқты өзіміздің де тарапымыздан сондай жақсы көңіл күй болу керек. Міне осындай талаптардың барлығын ескере отырып, осы тілге бойлау жобасын сәтті жүзеге асыруға сіздер мен біздер болып жұмыс жасаймыз деген үміттеміз. Құрметті әріптестер, сұрақтарыңыз болса? Егерде ал жалпы өңірлеріңізге мында әдіскерлердің барлығы қатысып отыр деген үміттеміз, себебі барлықтарыңызға хат толық таратылып жіберілген. Осы тілге бойлау жобасы бойынша сұрақтар болатын болса, және тағы да қайталап айтамын, осы әдістемелік ұсыным барлықтарыңызға қолжетімді болады. Оның сілтемесінде сіздердің білім басқармаларына немесе әдістемелік әдіскерлеріңізге мынау бастауыш білім беру бойынша жауапты жіберілетін болады. Ары қарай енді ол бірінші рет іске асырылып жатқан жоба болғандықтан бірігіп жұмыс жасаймыз деген үміттеміз. Сұрақтар болса, әрине қиындықтар да болуы мүмкін. Оның барлығын бірге түзете отырып, толықтыра отырып жұмыс ары қарай жалғастыратын боламыз. Бұл жоба негізінен жаңа айтып өткендей Назарбаев зияткерлік мектептері 10 жылдан артық бұны іске асырған, әсіресе бұл Талдықорған қаласында және Көкшетау қаласында негізімен толық енгізілген. Сол өңірлерден бізде педагогтер бар ма мұнда? Мүмкін жаңа қатысқан деген сияқты. Яғни өздеріңіз түсінгендей біз кішкентай қадамдармен бүлдіршіндерімізді қазақ тіліне бойлатып, тілге бойлатып үйрету мақсатын жүзеге асырамыз. Тағы қосарларыңыздар ма, Гүлайра Мерекебаевна? Бізде қазақ тілі зертханасы да бұл жобаға концепциясын жасап іске асыруға көп жаңағы атсалысуда, және біздің оқу ағарту министрлігі орта білім беру комитеті жаңа көргендеріңізде министрдің бастамасымен біз әдістемелік тұрғыдан осындай жұмыстар жасаймыз. Рахмет, Пернегүл Талайымна. Бұл жоба басталғаннан біз біраз жұмыстар жасап келе жатырмыз өздеріңізбен бірге. Бір ғана бір нәрсе айтқым келеді. Тілге бойлау дегенде бізде көбіне әріптестеріміз тікелей қазақ тілі пәніне деп түсінеді. Бұл қазақ тілі пәні емес, сыныпта оқытылатын барлық пән өз тұрғысынан үлесін қосуы керек. Сонда ғана бала қазақ тіліне бойлайды. Қазақ тілі пәніне емес, тағы да ескертіп айтамын. Осы жағынан, осы тұрғыдан мұғалімдердің қарауын сұрағым келеді. Жақсы, сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Жаңа басталған нәрседе әрине сұрақта көп болады, қателесу де көп болады. Сондықтан сіздердің пікірлеріңіз құнды біз үшін. Рахмет. Рахмет, Гүлайра Мерекебаевна. Құрметті әріптестер, ендеше міне қатысып отырған өңірлерден әдіскерлеріңізде жекеде сұрақтар жіберіп жатыр. Жаңа айтылғандай, сіздер енді негізгі жұмыстарыңыз осы 1-90-дағы 8 аптаға қысқа КТП календарлық тақырыптық жоспарларыңызды белгілеп аласыздар. Пәндердің де біз жаңа үлгісін бердік. Ол сіздерге нақты қойылған, міне жоқ, мына пәннің аясында ғана өткізесіз деген талап жоқ. Ыңғайларыңызға қарайтып пәндеріңізді алып, тағы да негізгі мақсат қай пәнде болса да, тіптен біздің мектебіміздің ауласына кіргеннен бастап, асханамыздан шыққанға дейін, пәннің арасында болсын, сыныпта болсын, сыныптан тыс уақытта болсын, білім алушыларды қазақ тіліне бойлату, өзінің ана тілінде сөйлетуге жаңағы үйрету. Ендеше бүгінгі семинарға қатысқан әріптестерімізге көптен көп рахмет. Біз 50 минут көлемінде негізгі жоба бойынша таныстыру семинарын өткіздік. Сұрақтарыңыз болмаса, барлық қатысқандарыңызға көптен көп рахмет, сау болыңыздар. Рахмет, әріптестер. Әлде алдымызда үлкен жұмыс тұр. Соған барлықтарыңыз атсалыссаңыздар деген ойдамын. Рахмет. Жақсы, рахмет, сау болыңыздар. Сәлеметсіздер ме? Сұрағымыз бар еді. Рахмет, бізде түсінікті.
Саламатсыз, айта қойыңыз. Қойыңыз, иә. Біз кешігіп кіріп қалдық та. Бұл ұлттық сыныптардағы бірінші сыныпқа арналған бағдарлама, иә? Бұл жерде арнайы қазақ сыныбын ашудың қажеті жоқ қой, сол бірінші сыныпқа кірген балалар оқи береді ғой. Әзірше бұл бірінші сыныптан бастаймыз. Бірінші сынып, содан кейін жылдан жылға көреміз. Егер ол әлі де көмек керек болатын болса, ол келесі жыл екінші сынып болуы мүмкін, үшінші сынып болуы мүмкін, иә, ол әрі қарай ол жобаның даму қарқына байланысты болады. Ең бірінші біз бірінші сыныптан бастау керекпіз. Қазір орта жолдан басқа сыныпта алатын болсақ, ол бізге қиындау болады. Ал бірінші сыныпқа келген ата-аналармен сөйлесу керексіздер. Ата-аналар сіздерге келісім беру керек. Ол кісілерде атсалысатынына, көмектесетініне, балаларға жаңағындай орта жасауға, иә, тіл жағынан да өздері. Олар үйде орысша сөйлеп, мына жаққа келіп қазақша баланы миына уландырмай, оларда бір, иә, мен балам қазақша сөйлесе екен деген ниеті болатындай, сондай ата-аналармен сөйлесіп, осы жобаға қабылдауларыңызды сұраймыз. Сонда ғана нәтиже болады. Ал сырттан келіп, оны отырғызаса, мынаған келетін сияқты, мынау әлі әзірше сөйлейтін сияқты деген болмау керек. Жақсы ма? Осы жерде жауапты жан-жақты қарастырып, солай қосқандарыңыз дұрыс балаларды. Немесе анау бізде кейбірде мынандай да ой туындауы мүмкін, түстен кейін баламды қайда жіберетін білмеймін, әйтеуір жүре берсін, оқи берсін деген сондай балалар жиналып қалмасын. Ертең бұның барлығы сіздерден сұралынады. Әр сыныптарыңызға біз барамыз, көреміз, ата-анасымен сөйлесеміз, балалардың жетістігін көреміз. Өйткені бұл тікелей министрдің бақылауындағы жобаның бірі. Жақсы ма, әріптестер? Осыған нақты үлкен жауапкершілікпен қарасаңыздар деген ойдамыз. Рахмет. Бірінші сыныпқа сабақ беретін мұғалім өзі барлық пәндеріне қазақ тілін енгізіп отырады, қазақ тілінде сөйлеп ойындарды. Иә. Сол себептен неге біз қазақ мектебін алып отырмыз? Өйткені орыс аралас мектептер болатын болса, ол жерде жаңағы орыс тілі басымды болып кетеді. Қанша біз сыныптың ішінде үйретсек те, сыртқа шығып алған жаңағы еден жуушы болсын, күзетші болсын, немесе басқа балалар болса да, ол орысшаға бейім болып кете береді. Баланың үйреткеніңіз бәрі далада қалып қояды. Ал егер біз қазақ мектебінде қазақ сыныбын алатын болсақ, жаңағы оның ішіне жиналады ғой. Бізде бәрімізде ол проблема бар. Жиналған балаларды сол ортада, бүкіл жерде, бұл жоба сіздердің мектептеріңізде болатын болса, сіздер қазірден бастап бүкіл асханадағы жаңағы әріптестеріңізге, иә, аспапшыларға барлығына айту керексіздер. Біз тек қана қазақ тілінде сөйлеуге тырысайық. Тек қана қазақ тілін бәрі, ол жай ғана бір сынып қана жұмыс істемейді, бұл жерде мектеп болып, ұжым болып, барлықтарыңыз соған атсалысу керексіздер. Сонда ғана бұл жоба алдыға жылжиды, сол кезде ғана біз ата-аналарға көмек ретінде көрсете аламыз. Тағы сұрақтарыңыз болса? Құрметті әріптестер, тағы да жазып жатыр екенсіздер, презентациялар бізге қолжетімді бола ма деп. Иә, презентациялардың ішінде бұл қазір қысқаша жаңағы негізгі талаптар көрсетілген ғой, ол біз енді әрине қазір 50 минут ішінде айтылған еске сақтай алмауларыңыз әбден орынды, сондықтан оны уайымдамаңыздар. Қазір Гүлназ Мылтықбаевна да бізге презентациясын береді, барлығын біріктіріп сіздерге жібереміз, және оның сыртында толық мазмұн жазылған әдістемелік ұсынымдама болады. Соның ішінен енді оқып танысқаннан кейін сіздер әрбір қадамдарыңызға не істеуім керек, қалай істеледі дегенмен таныса аласыздар. Ол бойынша сіздерге нұсқаулық болады. Сондықтан ары қарай оны жүзеге асыру сіздердің қолдарыңызда. Әдіскерлеріңізге облыстық бойынша негізгі 20 әдіскерлеріңізге мендегі топта бар, біз таратамыз. Ары қарай мұнда әдіскерлерді естіп тұрсыздар ғой. Ары қарай сіздер оны жаңағы жүзеге өздеріңіздің өңірлеріңізге таратасыздар, және ары қарай таратылып, әр осы жобаға қатысатын мектептің, педагогтың қолында болуын қамтамасыз етулеріңіз сұралады. Өте жақсы қатысып отырсыздар, мұнда көріп отырмыз мұнда. Педагог Талбайына жаңа сіздер айттыңыз, бұл жобаға 2 мектеп алынса деп, ол мектепті таңдау білім басқармасының құзырында ғой, Иә. Сіздердің жалпы мектепті таңдау, оның ішінде сыныпқа беретін педагогты және немесе ұзартылған күн тобында балаларды топтастыру, әрине балалардың білім алушылар таңдайтын кезде ол ата-аналардың еркімен, және жаңағындай рас
бос уақытын құр өткізбесін дейтін емес, шынымен тілге жаңағы қажет, тілге мұқтаж, тілді үйретуге мұқтаж оқушылар таңдалу керек. Ары қарай ұйымдастыру жұмыстарының барлығы өңірлеріңіздегі білім басқармаларымен сіздермен өздеріңізбен шешілетін болады. Бұл еркін беріледі. Әрбір білім басқармасы өздеріңіздің өңірлеріңізде қай жерге бұл нақты керек жоба екен, қай жерге бұл жобаның тиімділігі бар екен, соның барлығын өздеріңіз қарастырасыздар, және де ұсынылымға оны өздеріңіз бересіздер. Ал енді қаражат мәселесі ұзартылған топ бойынша оны енді өздеріңіздің бюджеттеріңізді қарастырыңыздар. Мұғалімнің жағдайы жасалу керек бұл жерде, әріптестер. Бірақ жаңағындай тағы да айтатыным, мынаның сағаты аз екен, соған бере салайық деген ой болмасын. Жақсы, құрметті әріптестер, уақыт бөлгендеріңізге рахмет. Оқу жылына сіздерге сәттілік, табыс тілеймін. Әрі 90 сайында осындай біздің кездесулеріміз болып тұрады. Белсенділіктеріңізді сұраймыз. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар, әріптестер.